Қайырлы күн баршаңызға достар. Сіздермен бүгін саңырауқұлақ, шұжық, сырмен бірге ерекше дәмді әрі тойымды таңғы асты бірге жасайтын боламыз. Ең алдымен саңырауқұлақтарымызды орташа бөліктерге бөліп дайындап турап аламыз. Табамызға сұйық майымызды құйып қыздырып аламыз да, үстінен саңырауқұлақтарымызды салып, суы тартылғанша орташа есеппен 4-5 минут жақсылап қуырып аламыз. Шұжығымызды кубиктап турап аламыз. Саңырауқұлақтарымыз дайын болғанша басқа да керек заттарымызды алдын ала дайындап аламыз. Ыдысымызға 5 жұмыртқамызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Үстінен сүтімізді құйып, тағы да араластырамыз. Дәміне қарай тұз бен бұрышымызды қосамыз. Енді табамызға шұжықтарымызды салып, 1 минуттай қуырып аламыз. Үстінен араластырып дайындап қойған жұмыртқа мен сүтімізді құямыз. Қақпағын жауып, 4-5 минут дайын болғанша қойып қоямыз. Асты бай отта тұру керек. Омлетіміз дайын болғанша сырымызды үккіштің майда көздерінен өткізіп аламыз. Көк пияздарымызды да майдалап, жақсылап тураймыз. Біздің омлетіміз дайын. Енді бетіне сырымыз бен көк пиязымызды сеуіп, сырымыз ерігенше 1 минуттай ұстаймыз. Міне таңғы асымыз дайын болды. Өздеріңіз көріп тұрғандай керемет болып шықты. Дәмі деген енді керемет, әрі тойымды. Достар, менің жасаған таңғы асым сіздерге ұнаған болса, видеоның соңына дейін қараған болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Өйткені мен үшін бұл өте маңызды. Бұл менің еңбегімнің бағасы деп білем. Алдағы уақытта қандай рецепттер күтесіздер, міндетті түрде бөлісе отырыңыздар. Сіздерге дайындап көрсететін боламын. Сіздермен болған Феруза. Баршаңызға ас болсын.